Құтты болсын. Жаңа жігітім. Бой өзім ба? Осындай бір мишка сатып алып, өзім жігіт қылып жатпаймын ба қасында. Thank you. Қиял. Осындай мишка маған алып беріңдерші. Алып беріңіздер, құдай үшін. Секундаға келе. Көрмегеймін. Таңдап қоя алатын боламыз, или өзі таңдап қойдық па? Білмеймін керек. Тілдерін түсінесіңдер ме? Сізге де үйретесіз бе? Қозы танып қойды. Мамам келіп деп жатыр. Ар жақта қойды құрбандыққа шалып жатыр да. Мен жаңа қойдың түрін көріп, кішкене жылап қалғаным бар енді. Енді өтірік милашка жылап жатқан жоқпын. Шынымен ана қойдың түрін көрген кезде, енді етті жегенде бәледей жейміз ғой ше. Бірақ ана қойдың түрін көрген кезде, сіздер де болсаңыздар кішкене жылап қалатын едіңіздер. Хоть кішкене аюшылық сезім оянып, тас жүректер жібіп деген сияқты сондай болушы еді. Мен негізі анау нәрсеге жылай бермеймін. Бірақ енді көңіл босап кетті. Ет. Бүгін мама жұмыстан келді ертерек. Күнде ет бізде. Бүгін комментарийға жей бер. Бір кісі жаз жеріпті үйіндегі соңғы етіне жасаған ғой. Бетін жұмыртқасымен, анаусымен толтырып қойыпты дейді. Менің кеше асқан етім бүгін тағы да жейін деп жатыр. Чотам. Ана жерде не бар ғой? Еще сорпасы жоқ не? Сорпаға салатын. Кола неғып ішіп отырсыңдар, сорпа қайда дейді. Сорпасы да бар. Міне, давай күшті болып тұр. Сорпаға құрт салатын бар ғой. Қатық бар айтпақшы. Аспасын. Әдем тамақ ішіп отырсақ, мына ара деген келіп берекетімізді алады ғой шіркін. Мен қорқам, айқайлайын сөйлейін, бәріміз тұрып кетеміз. Ужас. Яқ біздің берекетіміз сенші. Қалай? Мама ма? Неге айрандан шығады? Бұл жеп көрмеген, бұл пресмиясын бар да, чечевичный суы. Қачапыры, менің 10 мант алғасын ғой. Аппетитім сәл андай қаттылау ма мен бірдеңе негізі. Жәнібектің тамағы жоқ. Кеше де солай болды. Кеше сондай болды. Ал баршаңызға ассалаумағалейкум құрметті достар, қалайсыздар? Лайф стористарға шықпағалы біраз болып қалды. Я бүгін эфирда жоқпын. Білесіздер, енді кеше жаңалықпен бөлістік қой, сырға салу болады. Келесі апта соған енді дайындық болып, таңертеңнен бері жүгіріп ары бері заттар алып дегендей. Үйге келіп, шырттай болып киініп алып, енді тойымызға кетіп жатырмыз. Бүгін кереметтей ұлы той, үйлену той. Енді осы уақытқа дейін ұзату басқарамыз, үйлену той басқарамыз. Енді өзіміздің де уақытымыз келіп қапты, енді шүкір Аллаға. Шынымен де үйлену оңай, үй болу қиын деген сөздің мағынасын енді түсініп жатырмын мен. Өте оңай дүние емес. Сол үшін ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес талаға дейді. Сол үшін жар таңдаудан шатаспаңыздар. Баршаңызға сәттілік, аман болыңыздар. Тойдағы қызықтарды алдаса алатын боламын. В общем, тойға келдік. Осындай керемет Исік Гранд Холл деген ресторандамыз. В общем, Исіктамыз. Әлі қонақтар жиналған жоқ. Жаймен жиналып жатыр енді. Кстати, құрбан айт қабыл болсын. Дуа тілектеріңіз қабыл болсын. Құрбан шалып жатқандар, айттарыңыз қабыл болсын. Бағана ұмытып кеттім айтуға. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Той болса хабарласамыз ағайын. Уже сезон келді. Июль, август айында бостаталар бар. Керемет скидкалар болып жатыр. Так что той болса хабарласып қойсаңыздар болады. Кеше Сезім Милктан. Мына жерде бізде сметана и плавленый сыр. Мына мен прям күшті өтті. Қараңыздаршы, мен готов жеп тастағам енді өзім. Күшті дәмі. И мына жерде бізде масло арнайы и сулугуни. Сулугуни енді өте дәмді. Честно, бізге қатты ұнады. Масло вот ыстық нанмен жақсы көретіндерге.
дәл осы 4 комбоны заказ беріп көрсеңіздер, прям күшті. Және де бұл 4 комбодан бөлек өздерінің дәл осындай бір қорап мороженалар бар. Бұл жерде енді мороженалар полностью, прикиньте, натуральный, өте керемет өнімдер. Мына жерде біреу шоколадный, біреу сливочный болып бөлінеді. Тапсырыс берсеңіздер болады, 4 комбоны өте арзан бағада аласыздар. Немесе одан қаламасаңыздар, дәл осындай натуральный мороженое заказ берсеңіздер болады. Екеуінен сұраңызшы, тойға әлі ерте ме дейді. Тойға? Иә. Сіз қалай ойлайсыз? Жоқ, ертеңін енді. Ешкім күн ертең бір ай ішіне деген емес енді. Жарты жыл, 4 ай деген сияқты. Бұйырған мұны ғой. Солай екен. Ал достар, бүгін құрбан айт мерекесімен барлықтан шын жүректен құттықтаймын. Сол үшін біз қойды құрбандық шалуға, қой таңдауға келдік. Өзіміздің Мәкеннің қойын алатын боламыз. Өзіміздің Мұхтарды таңдайсыздар. Мұхтардың ең танымал аты Алатау деген. Өте ірі асау екен. Қазір енді қой таңдап, осы жерде құрбандыққа шалып, етін жіліктеп алып кететін боламыз. Очкидің астында көз жастар Ең жатыр. көрініп тұр, көз жасы деген. Әне ағылады. Тамақ жеп қуырдақ беріп жатыр. Мәкеннің қойларын алдық. Сол қойды құрбандыққа шалып, бұйырса кешке жіліктеп туған туыстыларын әйтеуір тарататын боламыз. Мәкен күшті болыпты, тамақ теріс қуырдақ мощный, түрін қараң сочный болып тұр ғой. Қазір Нұрқадан ауыспай нетіп тұрмын тамақ бар ғой. Ас болсын, ниеттерің қал болсын. Құрбан айт. Жақсылықта кездесе берейік. Құрбан айт қабыл болсын бәрімізге. Баршаңызға қайырлы түн. Түн болып кетіпті, біз келемегенге дейін қаланың шетінде біз барған жер. Сонымен энергиямды суырып тастады ол меніңше. Бүйтіп қатты шаршамайтын едім мен. Вроде көп түспедік, суға өткені кішкене жел болып кетті. Күн суытып кетті. Сол ертең берсе жол жүрем. Мендегі жаңалық сол. Не айтарымды білмейді екенсің сторис кеше. Қазір жолға жиналам. Азында ұйықтап отпен әйтеуір. Билет қалтада, пойыз қайда барады деп.